Бәріңізге сәлем достар, сіздер өмірге мен Ернар. Енді достар, сіздер бір күнде 30 лайк жинап тастадыңыздар. Енді мен келесі видеоны түсіріп отырмын. Енді бүгін біздеген Ford Mustangқа тюнинг жасайтын боламыз. Тюнинг дегенде обзор, қазір толығырақ обзор түсірем. Енді VIP-тің қызығын көріп жүрмін, әйтеуір өзіме ұнайды. Так, қайтып ұшып кетеміз. Так, енді осылай қазір мына шетке барайық. Сосын қазір қонайық. Так. Менің машиналарымды көре аласыздар. Так, мен алдында машина сатпағаннан кейін менде мынандай машиналар толып кетті. Ол бірақ өзімнің кінәм, бәрі айтты, машина сатшы деп. Бірақ маған мейлі, не істемей оның бәрі. Бәсе. Так, менде қат кетті ғой. Мына точно сол ма? Кеше басқаша салу еді. Қазір көріп дұрыстап. Айл қатай өреді. Так. Мына Ford. Сол. Енді кеттігенде. Бірақ кішкене өзгеріп кетті, алдында кішкене басқаша болған сияқты еді. Так. Ең бірінші тонировка қоямыз. Жалпы бұлай жақсы машина. Так, егер де осылай қойым өтсе, сіздер. Сосын, короче. Блин, қатып атыр надоел. Так. Короче, сіздерде короче, мына машина тонер жоқ сияқты, білмеймін әйтеуір тысыш. Так, номер. Қазақша номер дейміз де. Қалайырсақ батышкен. 000 жоқ. 01 06. Так, ағылшынша болғандықтан істемейді ол. Қазақша жазу керек, сосын. Так. 11 деген номер толып кетті енді. Алпысымдар тюнинг бар ма екен? О, бар екен. Так, достар, қазір мына түрін бұлай жаттап алайық. Осылай мен қазір дәл осылай қайттан істейтін боламыз. Фото түсіреміз. Үйікке. Так. Мынандай бар екен. Капот. Так, мынандай капот бар. Задний фендер дейді. Так. Опа. Типа андай бір түрлі машина шығып кетір. Қазір соңында қалай шығатын көреміз. Так. Задний передний бамперді қойып көрейік. Так, мынандай түрі бар. Мынандай түрін білем мен. Сосын мынандай түрі бар. Мынандай түрі бар. Так. Мынаны алайық. Енді неяқтан задний бамперді соны таңдаймыз. Мынандай ма, қайсет? Қазір. Бейден ғана. Мынаны таңдаймыз да, передний бамперді соны таңдаймыз. Короче, сөйтеміз. Сосын спойлер. Так, осындай түрі бар. Сосын, осындай қоямыз ғой. Так, кішкене қатып тұр әйтеуір, білмеймін. Так, диски. Что-то мынау дейтін как раз сияқты. Ал енді цветін қазір ойнаймыз цветпен. Жасыл қатшам. Так, қазір кішкене ашық жасыл қылайық.
Опа. Аяғда өзгеріп кеткен. Болды ғой. Ал енді мінекей қалай өзгергенін байқадыңыздар ма? Так. Ал енді выход дейміз. Ал енді скорость сондайларын көрейік. Жалпы мінекей өте әдемі шықты. Қазір габаритін қосып көрейік. Қараңыздар. Бірақ енді тонировка неге шықпай тұр екен, қазір шығарып қайтадан кетірейін. Короче, достар, бұл машина тонировканы істемейді сияқты. Не күтті? Тонировка істемейді сияқты. Аяқта балдар видео түсірейін деп жатыр, видео. Так. Біз енді аяқтан кішкене мынаны передний екен 4х-ке қоямыз. Мынаны 45-ке қоямыз. Таран емес, әйтеуір кішкене өтірік настройка жасап қойып 0-ге қоямыз. Сосын телодан мынаны 0-ге қоямыз. 75 тұра береді. Сосын аяқта резкісі автоны 1-ге қоямыз. Подвеска сағдай нормально. Ал енді мынандай қосып қоямыз. Осындай қосып қоямыз да 0-ді басамыз да кеттік енді. Жүрек. Дрифт нормально. Бірақ енді азот басқада қуып тұр. Жақсы азотсыз жүре берейік осылай. Енді сол өте әдемі машина шықты енді достар. Осы видео ұнаса, осы видеоның астына 30 лайк жинайтын болсақ, келесі күні не шығады, короче, келесі видео шығады. Так, осындай өте керемет машина шықты енді достар. Каналға жазылып лайк басып кетейік. Сендер болған мен Ернар. Так, ал давайте.